Армысыздар ардақтағы ағайын, назарларыңызда жаңалықтар, арна тілшілер бүгінгі күннің басы да маңыздеген ақпараттарын жеткізбек. Студияда тізгінші Данаты Балқыбекұлы. Көлкенттік Қарашаның мұң-мұқтаж тыңдалды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес Сайрам ауданының әкімі Арман Сәбитов Көлкент ауылдық округінің тұрғындарымен жүздесті. Жиында ауыл тұрғындары талап тілектерін жеткізіп, ұсыныс пікірлерін де білдірді. Алдағы бейнематериалға назар аударыңыздар. Сайрам ауданының әкімі Арман Сәбитов Көлкент ауылдық округі тұрғындарымен кездесті. Алғаш болып Көлкент ауылдық округінің әкімі Өткіржан Юлдашев елді мекендерде жүзеге асқан жобалар мен алдағы жоспарларды баяндады. Былтыр Қосбұлақ және Оразалиев ауылындағы жер учаскелеріне инфрақұрылым жүйелері құрылысы жүргізіліп, газ және электрмен жабдықтау нысандары пайдалануға берілді. Сонымен қатар Көлкен елді мекеніндегі табиғи газ жүйелерінің құрылысы басталды. Қосбұлақ ауылындағы Ашыбұлақ көшесінің және Көлкент ауылының Үштөбе көшесінің, сондай-ақ Теспе, Ханқорған ауылындағы су құбыры желілері жөндеуден өтті. Бүгінде Көлкент ауылында электр желілерінің құрылысы жүргізілуде. Ауылдық округ аумағында инвестиция көлемі 2024 жыл бюджеттік емес нысандар есебінен жылдық жоспар 1 миллиард 242 миллион болса, орындалғаны 1 миллиард 307 миллион болып, бұл 105,2% орындалды. Бұның ішінде жеке тұрғын үй құрылысын салу есебінен 13.484 шаршы метр жоспар бойынша орындалғаны 13.832 шаршы метр болып, бұл 102,6% құрады. Көлкент ауылдық округында әлеуметтік экономикалық даму барысындағы басым бағыттан бірі инвестиция көлемін ұлғайту, сондай-ақ елді мекендерден қажет болған инфрақұрылым жүйелерін жүргізу үшін тұрғындармен кездесу барысында 2024 жылғы ұсыныс пікірлеріне сәйкес бірқатар жұмыстар атқарылып өтті. Оны атап өтетін болсақ, бұл ауыз су мәселесі бойынша осы Көлкент ауылы Үштөбе көшесі бойындағы жаңа құрылыс аумағына аудандық бюджет есебінен 39 миллион теңге қаржы қаралып, ауыз су құбырлары жүргізіліп, ол халыққа пайдалануға берілді. Және Қосбұлақ елді мекеніміздегі Ашыбұлақ көшесінде 68 абонент, оған 26 миллион 500 мың теңге аудан бюджеттен қаралып, ауыз су құбырлары толығымен жүргізіліп, пайдалануға берілді. Ханқорған ауылы Совет Мұханов көшесі, Теспе ауылы Жаңабай көшелеріне сметалық құны 16 миллион 400 мың теңге болған ауыз су құбырларын жүргізіп, толықтай пайдалануға берілді. Одан бөлек жергілікті бюджет есебінен осы Көлкент ауылында орталық 700 абонентке су тапшылығының есебінен қосымша 17 миллион 669 мың теңгеге су мұнарасы, су қазба жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күнде 48 абонентке қосып берілген. Алдағы уақытта тағы 290 абонентке 700 метр су құбырларын тартып қосып берілу жоспарланған. Одан бөлек Көлкент ауылдық округінде жаңадан бөлінген жер учаскелері болған 2018 жыл аралығында, оның ішінде Қосбұлақ елді мекенімізде 24,8, Оразалиев ауылымызда 10,6 гектар жер учаскелерінде, жалпы Оразалиев ауылында 81 абонентке, Қосбұлақ ауылымызда 141 абонент болған. Соған инфрақұрылым жүйелерін жүргізу үшін жалпы сметалық құны 1 миллиард 450 миллион теңге қаржы болған. Оның ішіндегі газ жүйелері мен электр жүйелері 2024 жыл толық тартып пайдалануға берілді. Ауыз су мәселесі осы ағымдағы жылының өтпелі болып, ағымдағы жыл жалғасын табады деген жоспардамыз. Ауыз су мәселесі. Газ жүйелері бойынша осы Көлкент ауылы округінде өткен жылы біраз жұмыстар атқарылған. Осы ағымдағы жылы жыл соңына дейін ол аяғына жетеді деген ойдамыз. Ал Ақсуабад ауылы бойынша инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы басталса, Оразалиев ауылындағы Мұратбаев, Теспе ауылындағы Елтұтқа, Көлкент ауылындағы Жантақсай, Қосбұлақ ауылындағы Пақтазариптар, Шапырашты ауылындағы Айшуақ, Ақсуабад ауылындағы Рүстемов көшелері орта жөндеуден өтуде. Жиынға қатысқан ауыл тұрғындары атқарылған жұмыстарды тыңдап, алдағы уақытта ауылішілік көшелердегі жарық, мал жайылымдық жерлерді белгілеу және өзге де әлеуметтік маңызы бар мәселелер жөнінде ұсыныс тілектерін білдірді. Сай-Қарабұлақ бар каналы барда, бізде Картобекеде шаруа қожалықтар бәрі су мәселесі. 10 жылдан бері жекеменшік болып кеткен ол Сай-Қарабұлақ каналы. Бірақ тозығы жеткен 10 жылың ішінде жөндеу көрген жоқ. Баяғыда 7 куб су кесе, қазір 3 куб су әрең келеді. Су тапшылығы сезіліп жатыр. Сол мәселені шешіп берсеңіз егер болса.
Бұл өзі ауданда бір Сайғар ауламыз, одан бөлек тағы да 5 канал, 6 канал жекеменшікте. Соған облыс әкімінің тапсырмасы бар, қайтарылсын деген біз ауыл шаруашылық бөлімі арқылы бір хат жаздық, оған жауап келмеген екен. Осыдан 10 күн бұрын мен өзім телефонына салып сөйлестім. Жаңа өзі білесіңдер ғой, жаңа Бақтияр дейтін бар, соған айттым мен. Ана егесін айт, кесін, осындай тапсырма бар облыс әкімінің. Қайтарады ма, қайтарса қалай қайтарады, сол вариантты шеше келсін дегенбіз. Енді олар келген жоқ. Сол келсе, анықтап өздеріңізге хабар береміз. Біздің Оразалиев ауылында биыл жақсы жұмыстар істелінді. Істелінген нәрсені істелінді деп айту керек, істелінбеген істелінбеді деп айту керек. Себебі ауылда 2-3 көшеге асфальт түсті. 141 бағана қойылып, сипкабель тартылды. Кейбір жігіттер бұған столба бөлінбейді, пәлен жылдан кейін болады деп жүргені жоқ, жақсы болды. Халықтың атынан сіздерге рахмет айтамыз. Мына орталық клуб бар. Клубтың алдындағы трансформатор. Енді ол трансформатор туралы айтсақ, кейбір жігіттер қаба болатын шығар. Мен өзім 70-ге кеп қалдым. Бірақ трансформатордың тұрғанына 60 жыл болды. Жаңағы біздің бағаналарға да 60 жыл болып қалған тұғым. Мен өзім сол жерде 20-30 жыл сол ауылда бөлімше меңгерушісі болып істеп, ол саланың бәрін жақсы білемін. Сонда жаңағы трансформатор мен сияқты қартайған адам сияқты, жел тұрса аяқ ауырады, қар жауса бел ауырады деген сияқты күнде өшеді, күнде. Құдайға шүкір біз ол трансформатордан 60-70 бөлек кеттік та, ол жерде мектеп қалды, клуб қалды, мешіт қалды, және 20 шақты үй қалды. Сол трансформаторды ауыстыру керек сияқты. Ауыстыруға жәрдем беріңіздер. Ал бізге қойылған трансформатор жаңағы 141 бағанаменен жақсы, өте жақсы 250-лік трансформатор қойып берді. Халық риза болып жатыр, оған рахмет. Содан кейін ауылда жастардың барлығы госактісінде жасап қойған жері де бар. Спорт кешенін салып берсе деген осындай бір мәселе болып тұр. 250 трансформатор қойылды, ол жерде 20 үймен ескі трансформаторда қалды. Ол трансформатордың биылға несін сыртқы корпусын ауыстырып, өшпейтін жасап береміз. Қазір облыста типовой жасап жатыр. Сол школда. Халық санына қарай 5 мың, 8 мың, 10 мың, 15 мың. Мәдениет үйлері мен спорт школдарда типовой проект жасап жатыр. Одан соң бізге аудандарға, әр ауданға соны таратып береді. Оны біз жергілікті жерде жер болатын болса, соны привязка жасап, одан соң облысқа қаржыландыруға ұсынатын боламыз. Өйткені қазір тек қана біздің Сайрам ауданында бізде 3 проект бар, үшеуінің бағасы 3 түрлі, біреу миллиард 200, біреу 800 миллион, біреу 650 миллион. Осындай жағдай барлық аудандарда. Сондықтан облыс орталықтан типовой жасайтын болды, соны бізге береді. Содан кейін біз облысқа ұсынамыз сол бойынша. Сұрағым, мынау былтыр Молбай Оразалиев ауылында 2024 жылы жаңа су қондырғылар басталған еді жұмыс. Сол некенің белгісіз, сол аяқсыз қалып отыр. Қондырғылар қойылды, жұмыс қарқынды жүрді, аяқ жағы білмейіп, сүйіліп қалыпты, сол күйі тоқтап тұр. Сол мәселе неге бұлай болып тұрғанына кішкене жауап күтеміз. Былтыр біз соны конкурсын өткізу үшін, мердігерді анықтау үшін 10%-ын қойғанбыз, ақша жеткенінше. Сонымен конкурс өткізіп, мердігерді анықтады. Содан кейін 10%-ына ол жұмысын жасады, бастады сол жерде. Қалған 90% ақшасы қаралмаған болатын былтыр. Биылғы жылға оны қарап бердік қазір облыстық бюджеттен. Биыл сол жұмысты бітіреді ол. Аудан әкімі тарапынан тұрғындарының ұсыныс пікірлері ескеріліп, заңдылықтар аясында кезең-кезеңімен жүйелі түрде іске асырылатындығы жеткізілді. Кәсіпкерлік саласын көкжиек кеңейіп келеді. Сайрам ауданы Ақсүйкент ауылының тұрғын жеке кәсіпкер Исламбек Тәжібаев кондитерлік өнім шығаратын Нұр цехын ашқан болатын. 2008 жыл жұмысын бастаған цехта күніне 300 кг жуық өнім шығарылып отыр. Тәттінен өнімдер жоғары сапалы кондитерлік өнімдер шығарып, ауданның экономикалық дамуына өз үлесін қосып отыр. Кәсіпкердің жұмысы алдағы бейнематериалда. Ақсүйкент ауылында 2008 жылы жұмысын бастаған Нұр кондитерлік цехының қазіргі таңда жұмысы қарқынды. Ел әлеуетін арттырып, тұрғындарға сапалы қызмет көрсетіп отырған цехта кондитерлік өнімнің 60 түрі әзірленеді. Мұнда 20 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 2008 жылдан бері істеп келіп жатырмыз. 2008 жылы ашылғанбыз. 60 түрлі өнім бар. 20 шақты жұмысшы күші бар. Қазір істеп жатқан таңда Сайрам ауданына жеткізіп береміз. Мектептерге, лагерлерге, интернат сондайларға жеткізіп береміз. Жұмыс істеп жатқанымызға 10 жылдан асып кетті. Техникаларымыз основной Қытайдікі. Қытайдан алып істеп жатырмыз.
Жалпы Құдай қаласа алдағы уақытта үлкейту ниетіміз бар. Тағы үлкейтіп, осы Сайрам ауданыға тәтті өнімдер шығару ойымыз бар. Айта кету керек, кондитерлердің барлығы да 5 аспап. Олар пісірген тәттілерге сұраныс жоғары. Дәмі мен сапасына ерекше мән берген Нұр кондитерлік цехының өнімдері көбінесе Сайрам аудандағы мектептер мен лагерлер аудан аумағына жіберіледі. Дәмі тіл үйрер жаңа түрлі тәттілердің бағасы қалтаға да қонымды. Мемлекет басшысы осы жылда жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялағандықтан, осы жұмысшы мамандықтарын насихаттау мақсатында Оңтүстік Қазақстан индустриялық инновациялық колледжінің студенттерін Нұр кондитерлік цехына алып келіп, осы жердің тыныс тіршілігімен таныстырып, экскурсия жасап өттік. Студенттер жұмыс барысымен танысып, ойларында сұрақтарын қойып, жауаптар алды. Алдағы уақытта осындай кәсіп ашуға қандай қолдаулар бар, қандай қажеттіліктер бар, барлығын сұрап біліп жатты. Танымдық экскурсия студенттер үшін өте қолайлы деп ойлаймын. Себебі алдағы уақытта өз мамандықтарын бітіргеннен кейін осындай кәсіпорындар ашу үшін жақсы тәжірибе деп ойлаймыз. Осылайша аудан тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамтып отырған цех нарық сұранысына орай кәсіпкерліктің қыр-сырын әбден меңгерген Нұр кондитерлік цехы басшысының алға қойған мақсат міндеттері ауқымды. Халықтың мәселесіне құлақ түрген әкім, Сайрам ауданының әкімі Арман Сәбитұлы Құтарыс ауылдық округ тұрғындармен кездесті. Шарада ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуын жақсарту бағытына атқарылған жұмыстары баяндалды. Еркін формат өткен кездесуде тұрғындар тарапы көкейлеріне жүрген маңызды мәселелерді көтеріп, сала басшылар шешу жолдарын да қарастырды. Алдағы бейнематериалға назар аударыңыздар. Сайрам ауданының әкімі Арман Сәбитовтың тұрғындармен кездесуі жалғасуда. Құтарыс ауылдық округінде өткен кездесуге аудан әкімінің орынбасарлары, ауыл әкімі, халық қалаулылары, түрлі жауапты сала басшылары, ауыл тұрғындары қатысты. Құтарыс ауылдық округінің әкімі Мырзахан Керімбеков өткен кездесуде халық тарапынан көтерілген мәселелерді орындалу бойынша атқарылған жұмыстарды тілге тиек етті. Биылғы жылға 25 жылға жоспарымыз аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауыл округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметкер жалпы құны 61 миллион 548 миллион теңге. Жергілікті деңгейдегі мәдени демалыс жұмысын қолдау жағы клубқа 9 миллион 867 миллион теңге қаралып отыр. Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 12 миллион 928. Бұны қазір баяндама барысында ашып айтатын боламын. Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыруға жалпы құны 51 миллион 420 мың теңге қаралып отыр. Бұны да баяндама барысында ашып айтатын боламыз. Жалпы былтырғы жылдары бюджеттік түсімдерге көрсеткіштеріне келетін болсақ, жалпы жоспарымыз 37 миллион 119 миллион теңгені құраған болатын. Бірақ жалпы нақты орындалуы 76 миллион 972 миллион теңгені құрап, 204%-ға орындап отырмыз. Бұнда бір көрсеткіш деп айтсақ қателеспейміз. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша жалпы негізгі капиталға бағытталған инвестициялар құны 515 миллион теңгені құраған. Өнеркәсіп саласы 758 миллион 6 теңге. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 629 миллион теңгені құраған. Биылғы жылда негізгі капиталға бағытталған инвестиция құны 270 миллион теңгені көздеп отырмыз. Өнеркәсіп саласында 1 миллиард 200 мың теңге. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 936 миллион теңгені құраймыз. Бұдан ашып айтатын болсақ, жалпы өздеріңіз білесіздер, мынау алдымызда өзен қоры жұмыс атқаруда жақсы. Сол кісілердің демеушілігі есебінен жалпы солардың ауылға инвестиция салу есебінен мынау Ағарыс жолының бойында өздеріңіз көріп отырсыздар, Еурофарма дәріханасы және Емарт азық-түлік дүкені жақында ашылды, оны білесіздер барлықтарыңыз. Одан бөлек тары кафесінің құрылысы да аяқталу үстінде, оның жалпы құны 185 миллион теңгені құрайды. Егер осы құрылыстардың барлығы аяқталған жағдайда 15 адам тұрақты түрде жұмыспен қамтылатын болады. Жоспарлаған жұмыстарына тоқталып өтейін. Мынау біріншісі Ағарыс ауыл Тәжітаев көшесінің тұйығын ағымдағы жөндеуді өткізу, асфальттау. Жалпы құны 5,5 миллион теңгені құрайды. Көше ұзындығы 200 метр. Оны өзіміздің жергілікті бюджеттен ақшасын қарап отырмыз. Қазір мынау көктем енді шығып жатыр. Ауа райы жақсарған жағдайда біз соның асфальтын басуға дайын. Екінші мәселеміз мынау Оймағыт ауылындағы Бегелдиев көшесі қалған. Оның жалпы сметалық құны 7 миллион 369 мың теңгені құрайды. Ұзындығы 300 метр. Ол осы екеуі біздің жергілікті бюджеттен қарап отырмыз осы. Құтарыс ауылы Бокин көшесі бойында тозығы жеткен электр бағаналары мен желілерін ауыстыру. Оған да смета жасалып, сметалық құны 4 миллион 945 мың теңгені құрады.
бетон бағаналар орнату 25 данасын ауыстырылады, және сип кабель 1 километр 600 метрге сип кабель тартылатын болады. Жалпы Құтарс ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық әлеуетін көтеруде бірқатар жобалар іске асырылуда. Мәселен, Сайрам ауданының Құтарс ауылдық округінен өтетін Оймауыт КХ-37 облыстық маңызы бар автомобиль жолы. Аудандық маңызы бар автомобиль жолы орташа жөндеуден өткізілуде. Өткен жылы басталған құрылыс жұмыстары биыл аяқталуы көзделген. Өткен жылы Құтарс ауылында 2 дана трансформатор орнатылып, электр желілері тартылды. Сонымен қатар Ағарыс пен Құтарс ауылдарының оңайтылған бас жоспарына толықтырулар мен өзгерістер енгізу жұмыстары жүргізілді. Кездесуде ауыл тұрғындар тарапынан таза ауыз сумен қамту, мал жайылымы, электр желілерін жаңғырту сынды мәселелері көтеріліп, қойылған сауалдарға тиісті жауаптар берілді. Бірінші сұрақ, бұл жер мәселесі. Жеріміз 6-7 жылдан бері картаға кірмей бірдеңесі бар. Осы ақталамаймыз. Бір кредит алайық десек, банк шаруашылығымен айналысайық десек, ол болмайды. Одан күнде басқа істейтін тірлік жоқ. Бала шаға, жас өспірімдер бәрі шүбір бәрі жақта жүр. Жеріміз жоқ. Біз гос ақталамай отырмыз. Біз картада жоқ екенбіз. Бұл газ жөнінде екі ортада газсыз қаламыз ба деген уайым болып тұр. Бұл жақтан да келмейтін түрі бар, бұл жақтан да бармайтын түрі бар. Сол мәселені сіз шешіп, бізге бір жауап берсеңіз. Олатын болса болды, болмайтын болса үміттенбей отырайық. Ол авангардтың жері, мынау барлық құжаттары облыста дайындалып, барлық бекітіліп, барлық келген. Қазір соған енді кадастрлық нөмір беріп, өз алдына жаңағы мынау кадастр бөлімінде базаға енгізіп отырғызу керек. Ол аудандық жер комитетінен ол жаққа қарай бүткіл құжаттар тапсырылу керек. Сондықтан олар базаға отырғызып, кадастр нөмірді алып, бұл кісілерге уже госактісінде істеуінде басқасында береді. Ол жерде накладка жоқ. Енді биылға қаржысы қаралып та, биылға қаржысы қаралып. Вот сол Аққойын ауылына газдандырылғаннан кейін барып қарастырсақ болады да, сіздердікінше, Хамзаға. Ал біз жақтан тарту сіздерге наклад да, ол қаржы көп кетеді оған. Қаржы көп кетеді. Анақ жақын болады бізге. Солай жасайық, жаңағы Ордабасы ауданын бірінші тартсын. Сөйлеп қосамыз сіздер. Электр жүйелері сип кабельге ауыстырылушы. Өткен жылда жауап береміз деп еді, 15-ші қарашаның 15 қателеспесем, жауап алған жоқпыз. Енді жел тұрса свет өшіп қала береді. Электр жүйесі бойынша бізде барлығы оңтүстік жарық транзитте ол өзінің инвест бағдарламасына сәйкес кезең-кезеңмен ауыстырады. КТП-ні, сип кабельге, бағананы бізде аудан бойынша 50%-дан жоғарыз тозығы жеткен. Сондықтан оны сабыр етесіздер, күтесіздер. Мына енді сіздердің тараптарыңыздан жасалып жатқан жұмыстарға, мына ауыл әкімінің жасаған, өткендегі жасаған жұмыстарына бір жақты дұрыс баға береміз, істеліп жатыр. Ал енді оларға үлкен рахмет айтамыз. Мынау істелген, орындалған жұмыстардың бәрі нәтижесі бар. Әрине оның бәрін айтып отқаннан кейін енді арасында мынандай өзекті мәселелер де болады. Мынау Оймауыт ауылының ең жылда қозғайтын Бозоймауыт каналы бар. Енді кім жақсы біледі. Өйткені огородтың бәрі сол каналдың үстінде, ақабасының бәрі соған түседі да, жылда бекітіліп болады. Былтырда осы экскаваторды алып, жанармайының бәрін өз ауылдан ұйымдастырғанбыз. Сөйтіп тазалатқан едік. Міне көктем осы жақындап келіп қалды. Осы мәселені осы бастан қозғасақ, ертерек жұрттар жаңағы өзінің көкөнісын, анамасын егіп қолданар еді. Осы. Екінші, жаңа Мырзаханның несін айтты ғой. Оймауытта су башнясы бар. Ескіріп біткен, тозып тұр. Бір күні құлап қалса, ол үлкен біраз уақытқа созылып кетеді. Соны осы бастан әрекет жасап, соны іске қоссақ. Кездесуде көтерілген әрбір мәселе назарға алынып, шешілу жолдары мерзімінде қарастырылады. Осылай деген аудан әкімі Арман Сабитұлы сала мамандарына ауыл тұрғындары көтерген маңызды мәселелерді зерделеп, нақты іс-әрекетпен жұмыс істеуді тапсырды. Бүгінгі мәселелердің жауабы алдағы кездесуде баяндалмақ. Жеткізбек болған жаңалықтарымыздың жалпы легосындай зейін қойып тыңдағандарың үшін үлкен рахмет. Ұмытпағайсыз, Сайрам телеарнасының қашанда көпшілікке айтары бар. Бастысы аман, сау болыңыздар.